Қайырлы күн, айналайын балалар, құрметті ата-аналар. Қостанай қаласының балалар шығармашылық мектебі өз білім берушілік және тәрбиешілік міндетін ғаламтор жүйелерінде 18 наурыздан бастап қашықтықтан білім беру жобасына сай бастап кеткен болатын. Оқу жылына жасалған сабақ кестесі бойынша бүгінде 1644 тәрбиеленуші бізбен бірге байланыста отыр. Әрине, құрметті ата-аналар, сол үшін сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Сабақтарымыз әртүрлі әдістермен өте қызықты да жаңашыл болып өтіп жатыр. Сондықтан бос уақыттарыңызды бізбен бірге көңілді де пайдалы өткізіңіздер. Шақырамын сіздерді. Сіздермен бүгінгі күні 34 қосымша білім беру педагогі түрлі бағытта 22 үйірмеде, 5 шығармашылық мектебінде, 2 шеберханада байланысқа шығуға әзір. Өз басымнан бүгін әлемге түсіп отырған ауыртпашылыққа үлкен жауапкершіліктен қарауларыңызды өтінемін. Адамгершілігіміз жеке азаматтық жауапкершілігіміздің жоғары деңгейде болсын деймін. Үлкендер кішіге жауапты, кіші үлкенге сыйластықпен қарап, қамқор болайық. Отбасыларымыз аман сау, бәріміз бірге жер анамызды, адамзатты қорғап қалайық. Кезінде ата-бабаларымыз кең байтақ елімізді алауыздықтан қорғап қалса, бүгін, құрметті жас, жер анамызды қорғап қалу сенің қолыңда екендігін ұмытпа. Балалар шығармашылық үйі әрқашан сіздермен байланыста, бізбен бірге көңілді де пайдалы өткізіңіздер бос уақыттарыңызды. Добрый день, дорогие дети, уважаемые родители. Городская школа детского творчества город Костанай выполняет свою миссию в режиме онлайн на страницах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, WhatsApp, согласно расписанию, которое выслали наши педагоги с 18 марта текущего года. На сегодняшний день в кружках с нами на связи занимаются 1644 ребенка. И очень отрадно и то, что с нами занимаются и родители наших воспитанников. Уважаемые родители, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за созданные технические условия для ваших детей. Сегодня с вами занимаются все педагоги дополнительного образования нашей школы, а это 34 педагога дополнительного образования в 22 кружках, в 4 школах и в 2 творческих мастерских. От себя лично, дорогие дети, уважаемые родители, хочу попросить вас проявить высокую гражданскую ответственность, дисциплинированность за безопасность вас самих, ваших родных, близких. Думаю, не будет сказано громко, если я напомню, что наши отцы и деды проявили героизм, защищая нашу страну. А от вас требуется такая малость, просто на некоторое время изолировать себя, чтобы ускорить тот день, когда мы с вами сможем выйти на улицу, подышать свежим воздухом и сказать: я сделал все, чтобы этот день наша земля дышала чистым и здоровым воздухом. Миссия с нами выполнима. Городская школа детского творчества в город Костанай всегда на связи. Обращайтесь, занимайтесь, проводите время свободное с нами. Очень поучительно и, конечно же, весело. На связи городская школа детского творчества.